Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Бүгін сіздермен күнде дайындасаңызда жалықтырмайтын тағам әзірлейміз. Видео көрмес бұрын төмендегі подписация батырмасын басып, менің арнама тіркеліп алыңыз. Ең алдымен фарш, картоп және пияз дайындап алдым. Картопты ұсақтап турап аламыз. Мен арнайы картоп турағышпен турап алдым. Мендегі фарш пельмен жасағаннан қалған фарш болатын. Ішінде сарымсағы бар. Сонда да бір сарымсақ ұсақтап турап қосатын боламын. Сарымсақты қолымыздың көмегімен ұсақтап турап аламыз. Барлығын біріктіріп, дәміне қарай тұз саламын. 50 миллиграмдай май қосамын. Өз қалауыңызбен басқа да дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Қамырын алдын ала дайындап қойдым. Енді 2 бөлікке бөліп жаятын боламын. Қамырды жайып болдым. Өздеріңізде манты жасап тұрғанымды түсінген боларсыздар. Салмасын салып, енді түйетін боламыз. Манты деген өзбек, ұйғыр, тәжік халықтарының ұлттық тағамдарының бірі болып есептеледі. Әр түрлі қоспалармен ерекшеленеді. Бірақ мен үйдегі бар заттардан дайындадым. Дайындап түйіп болдым. Енді мантаваркаға 45 минут пісіретін боламыз. Біздің отбасымызда арасында тағамдарды етсіз жақсы көретін адамдар бар. Оларға арнап рулет жасайтын боламын. Оған тек картоп, пияз, тұз қосамын да қамырды жайып рулетке орайтын боламын. Әрине, егер отбасыңыз үлкен болса, мөлшерді үлкейтіп аласыздар. Мен кіші отбасыға арнап жасадым. Достар, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рулетіміз дайын болды. Мантаваркаға салып 30 минуттай пісіретін боламыз. Ендігі кезекте подлив дайындайтын боламын. Оған бізге бір сарымсақ пен бір сәбіз қана қажет болады. Барлығын әдемілеп турап, бір ыдысқа қуырып алатын боламыз. Барлығын араластыра отырып, қуырып алған соң, томат приправасын салып, қуырып, 1,5 стақандай су құйып, бір қайнатып аламын. Осымен барлығы дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін көрсеңіз алғысымды білдіремін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болып, келесі видеода кездескенше.